Сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай үй жағдайында тез жасалатын болонезе жасап көрсететін боламын. Бізге қажетті заттар: сиыр етінен фарш, пияз, чеснок, қызанақ, сәбіз және де кез келген спагетти түрін қолдансаңыздар болады. Ең алдымен пияз бен чеснокты қуырып аламыз, одан соң фаршты саламыз. Фаршты қуырып жатқан кезде бір ас қасықтай томат пастасын қосамыз. Одан соң сәбіз және қызанақтарды қосып қуырамыз. Енді қызанақтан жасалған соусты құямыз тамаққа. Бұл соус өте оңай. 4 қызанақты блендерден өткізіп, 1 пиала су құйып араластырдым. Ешқандай да су құймайсыздар. Енді тұзын, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка қосып, астын 20 минутқа баяу отқа қойып қоясыздар. Сонымен пастамыз дайын. Енді спагеттиді дайындаймыз. Қайнап тұрған суға тұз салып, спагеттилардың барлығын пісіріп аламыз. Болонезе итальяндық тағам. Негізі болонезеге арналған арнайы спагеттилардың түрлері өте көп және пасталар да бар. Ал мен үй жағдайындағы оңай түрін жасадым. Өте дәмді болды. Енді піскен спагеттилар тарелкаға саламыз. Одан соң пастаны құямыз. Бетіне сырды теркадан өткізіп саламыз. Міне, тағамыз да дайын болды. Өте оңай, әрі дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видео ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Көп рахмет.